Авторы Мұхтар Шаханов. Оқыған Әсия Майдосқызы. Тастанды бала. Не жаздым мұны өмірдің тағдырына? Қандай кінәм бар еді анам менің? Қарай сенің жолдарыңа. Келер деп үмітімді үзбеудемін, сағынумен жан анам күтудемін. Мұны өмірде қиындығым, жетімдігім көзімнен жастамады әр күн менің. Жаныма батадана жетімдігім. Сағындым ғой бір өзіңді анам менің. Анам менің, сағындым бір өзіңді. Естігім келеді жылы сөздеріңді. Көз жанарымның жасына ерік беріп, сағынып жүрмін анажан көздеріңді. Бір сен деп ана өтер едім өмірден. Жетімдігім кетпейді ғой көкейден. Жалғыздықтан жаным ана жабығып, жастамады жанарымнан еріксізден. Неге келдің мына жалған фанеге? Анашыма айтшы егер сен білсең. Құрсағыңа мені Аллам бітіргенде қуанбадың, қайғырдың ау мен білсем. Мүмкін әкемді менің сүйгенсің, махаббаттың тәтті дәмін көргенсің. Шушу ғана тәтті деп уды жұтып, мен біткенде у екенін сезгенсің. Аман болшы, сау жүргейсің жананам, тіктеп бойды өсіремін мен даман. Әке өлсе өтірік жетім деген сөз бар. Анасызбын, бәрінен де сол жаман.